Сәлем достар, бүгін түсте үй нені білдіреді, сол жайында айтамыз. Үй тұрақтылықты, жақсы немесе өмірде жаман өзгерістер болатынын алдын ала сезінген сәтте көретін түс. Үй сатып алып жатсаңыз, немесе сатып алуға үй қарап жатсаңыз, болашаққа қандай жоспар құрсаңыз, сондай болып орындалады. Үйдің ішіндегі жиһазға көңіл бөліңіз. Жиһаз сынық, көңіл толмай тұрса, жақыныңыздан жайсыз хабар келеді. Ал жиһаздар таза, әрі әдемі жинақы болып тұрса, онда жақсы хабар күте беріңіз. Үй тұрғызу түсте қиын болса да үлкен дәрежеге жетесіз. Айналаңызға сыйлы екендігіңізді көрсетеді. Қойма немесе сарай, гараж соғып жатқанын көрсеңіз, тұрғызып жатқанын көрсеңіз, баспаналы боласыз, немесе отбасын құрасыз. Өз үйіңізде жүрсеңіз, бар уайымның бәрі бекер, барлығы жақсылыққа жеткізеді. Үйдің ішінде жүріп, шыға алмай жатсаңыз, сізге қарсы өсек аяң айтып, қызғанышпен кедергі жасап жүрген адам бар екендігін, әрбір айтқан әңгімеңізге, жұмыс әрекетіңізге, айналаңызды қоршаған ортаңызға көңіл бөліңіз деген ескерту. Үй кең, үлкен болса, өміріңізге тек жақсылықтар келеді. Көп өзгерістер, табыс, көңіл толатын жағдай. Үйіңізді түсіңізде өрт шығып жатса, айналаңыздағы адамдарға қатты сеніп кетпеуіңізді, айтылып жатқан ұсыныстардан бас тартуыңызды білдіреді. Алданып қалуыңыз ықтимал. Үйді тазартып жатсаңыз, қателікті түсініп дұшпандарға қарсы тұра алдыңыз. Бар іс-әрекетіңізге дұрысқа шешіледі. Еден жуу, жақыныңызға шектен тыс қатал қарайтындығыңызды және көзқарасыңызды өзгертпесеңіз, сізден кетіп тынатындығын айтады. Баспаналы болу, үйлі болу, тұрақты кәсіп, денсаулықтан қиналып жүрсеңіз, шипа табатындығыңызды білдіреді.